Біз бүгін гидромеханикалық 5 процестің әрбір процесіне тоқталатын боламыз. Бірінші процесс гидромеханикалық процесс. Біз әрбір процестің өзінің қозғаушы күші болады және жұмсалатын энергиясы болады. Немесе ол кез келген заңмен анықталады. Гидромеханикалық процесс дегеніміз, үдеріс дегеніміз, ол гидравлика дейді. Гидравлика деген сұйық пен қаттының арасында жүретін процесс. Неге сұйық пен қатты деп жатырмыз? Себебі біз кез келген еріткіш басында қатты түрден сұйық түріне ауысып отырады. Бұлардың негізгі қозғаушы күші температура мен қысым. Сіздер өткен боласыздар, температура мен қысым. Неге температураны біз 0-ге дейін төмендеткізіп жасасақ, ол сұйық күйден қатты күйге айналады. Ал егер ол температураны 100-ге дейін айналдырсақ, қаттыдан сұйық күйге айналады. Яғни гидравлика деген нені үрдісті біз жоққа шығармайтын боламыз. Негізгі мысалы сұйықтықтар мен газдардың бірге араласуы. Енді біз фармацевтикалық өндіріс саласында кез келген затты су күйінен бу күйіне айналдыру. Енді инъекциялық, инфузиялық, немесе сироптар, немесе под давлением жасалатын препараттар, шашқыштар, тамаққа шашқан кезде под давлением, не дейді, аэрозольдер. Неге? Себебі оның ішінде жидкіс сұйық болады да, ал шашқан кезде давление ол қысым бу күйінде шашылады. Яғни біз не дейді? Сұйықтықтар мен газдардың бірге араласып шығуы. Кеттік. Екінші, бұл жерде жалпы гидравликада гидромеханикалық процестің негізгі нелер жатқызамыз. Қараңыздар, сусыма өнімдерді араластыру, сүзу, тұндыру, тамыр жемістерін жуу, пневматикалық және гидротасымалдау, осылардың орнын ауыстыру арқылы экстракция процесіне жеткізуді гидромеханикалық процесс деп атаймыз. Қатты күйден суыққа, немесе сұйық пен газдың бірге араласып шығуын айтамыз. Кеттік. Екінші, бұл жерде ең өндіріс орнында тоқталатын затымыз ол тұндыру. Тұндырулардың негізгі сегментаторлар бойынша біз 3 топқа бөліп қарастырамыз. Үздіксіз істейтіндердің ішінде олар белгілі бір уақыт аралығында. Ал үшінші жартылай үздікті істейтін. Неге? Себебі біз гидромеханикалық процестерін уақыт бойынша 3 топқа бөліп қарастырған болатынбыз. Оларды қандай? Үздіксіз, аралас, үшінші қандай? Жартылай. Неге үздіксіз, аралас, жартылай? Себебі сіздің кейбір дәрілік препарат шығаратын аппараттарыңыз үздіксіз істейтін болса, кейбір аппараттарыңыз жартылай жұмыс істейді. Себебі оның қызметі сол белгілі бір функционалды топта аяқталады. Ал ең соңғысында жартылай үздікті істейтін дегеніміз, сіз бүгін экстракция алдыңыз, яғни келесі саты кептіріп жібересіз. Ол жартылай тоқтайды. Енді фильтрлеу, біз сүзу. Бізде фармацевтикалық өндіріс саласының негізгі процестердің ішіндегі бір механизм ол фильтрация деп аталады. Фильтрация, фильтрлеу, сүзудің 2 түрі болады. Сіздерде біздің жасаған кітаптарда ол нуч сүзгісі, друг сүзгісі деген сүзулер болған. Ал енді фармацевтикалық өндіріс саласында мембраналық сүзу деген бар. Бір немесе бірнеше қабаттан құрамындағы бөгде және ауыр заттарды не істейді? Алып тастау үшін. Ал осы жерде 2 фильтрацияның түрі қолданылады. Оның біреуі HEPA, біреуі ульпас сүзгілер дейді. HEPA деген не? Сіздің жасап жатқан дәрілік препараттың ішінде, мына қараңыздар, аэрозольдерді ауадағы шаңнан бөліп алу процесі. Енді ол кәдімгі вентиляция ретінде жүзеге асады. Екеуі бір-біріне перпендикуляр орналасады. Біреуі горизонталды, біреуі вертикалды ретінде орналасады. Неге? Контаминация болмау үшін. Неге контаминация болмау үшін? Аэробты және анаэробты бактериялардан тазарту. Осы HEPA және ульпас сүзгілері бізде ең көп қолданылатын фармацевтикалық өндіріс саласындағы 2 сүзгі. Бір-біріне горизонталды, вертикалды түрде орналасқан. Енді центрифуга. Центрифуга дегеніміз белгілі бір затты тұндырамыз,
тондырған кезде сіздер органикалық химияда, биорганикалық химияда реакцияға жасаған кезде тұнба деген зат бар ғой. Осы тұнбаны біз тондыру үшін центрофуга қолданылады. Ол центрофуганың негізгі қызметтері тазартылған сұйықтықты алу үшін, эмульсиялар немесе ұсақ суспензияларды бөлу үшін, сұйықтықты коллоидты заттардан, жоғары молекулалық заттардан 5000-нан төмен, 5000-нан жоғарғы молекулалық қосылыстарды бөліп алу үшін, және центрофугаларды айналу орташа жылдамдығымен 1000-1200 айналым болу керек минутына. Неге? Себебі ол шашырап жоғарыға шығып кетпеу. Сонымен қатар фильтрлер мен центрифуга екеуі бір-бірімен егіз параллель жүріп отыру керек. Осымен бізде гидравликамыз аяқталады. Ендігі процесс бізде қандай? Гидромеханикалық процесс аяқтады. Енді механикалық емес қой. Масса алмасу.